қазақ тілінде бар ғой, қазақтағы 300 700 100 ас беру ол көбіне сол нәрсе болады. Түркі дейді, еске алу дейді, сонымен қолданады да бізде. Ал басқаша түрде шариғи түрде пайдалана аламыз біз. Айырмашылығын айтып бересіз бе солай? Бұл нәрсенің шарғи жолы жоқ. Бұл бидат. Ойлап қалмайтындай да ас беруді жаңағы. Мысал, ол бір, субханалла, сол 93 жылдары, 94 жылдары адамдар жай-жай осы біздің ауылда адамдар жай-жай мынау 20-сы 40-ы арам болмайды екен, бұл шариғатқа қарсы екен деп біле бастады. Жай көрші жерлерден үйреніп айта бастады жай-жай. Сосын адамдар ести бастады оны. Содан кейін адамдар не шығарып алды, білесің бе? 40 демейді да ихсан дейді. 20 демейді де амр маруф дейді. Амр маруф деген молдаке келіп сөйлейді ана жерде, уағыздайды. Сосын 20-сын қылмайды да 18 күн істейді. Сосын 42 күн істейді. Сосын 55 күні. Сосын жылы келген уақытта сол 100 күн қылмайды да 98 күні осылай. Бұл негізінде өзін-өзі алдаудан басқа ештеңе емес. Сол үшін бұл нәрсенің орнына Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтқан хадиспенен шектенеміз. Наби саллаллаху алейхи ва саллам айтады, егер адам баласы қайтыс болатын болса, оның артынан не қылады дейді? 3 нәрсе. Біріншісі садақатын жария. Сауабы тоқтамай келіп тұратын садақа. Қандай ол садақа десе, әкең атынан, өзіңнің атынан, анаң атынан, балаңның атынан Аллах үшін жол саласын, көпір саласын. Адамдарға қажетті пайдалы болған жалпы бірнеше жылдар арқалы құдық қазып қоясын елдерге. Өзенді тазалап су жүргізесін. Бұл тоқтамай сол жерден су шығып тұрады екен, мешіт саласын. Қашанға шейін соның негізі бар ма? Өзіңе істесең де, атаңа істесең де, ол сауабы тоқтамайды. Сөйті ме жоқ па? Ол үшін, мысалы, ол үлкен нәрсе істеу шарт емес. Мен мешіт сала алмаймын деуің мүмкін. Мысалы, мен жол сала алмаймын. Солай ма жоқ па? Сен жол сала алмасаң да, бұзық жолды жөндеу қолыңнан келеді. Пәлен ауылға барсаң, баратын адамдар балшықпен барады, басып. Сол жерге жол істей алмасаң да, барып тас төге аласың. 3-4 мәшіне болса да. Іште мынау садақа жария. Сол жолда адамдар жүреді екен, демек саған садақа келіп тұр. Міне садақатын жария. Медресе саласын, мешіт саласын, қандай бір жақсылығы тоқтамайтын нәрсе. Өзіңнің атынан, бала-шағаңның атынан, атаңның атынан, аналарыңның атынан, кімнің атынан болса да, исламда, иманда өткен адам болатын болса, садақа жария болады. Бұл екіншісі, валадун салихун яд'у. Жақсылықта болған, имандылықта болған перзенттің дуасы. Біреуге ақша беріліп дуа қылынған дуа деп жатқан жоқ. Сөзді ме? Ол емес. Оның дуасы туралы біз айтпаймыз, ол қабыл болды, болмады, ол Аллахтың алдында. Бірақ бұл жердегі хадистегі кімнің дуасы? Баланың дуасы. Қандай бала ол? Салихалы. Яғни иманда, исламда болған адамның дуасы. Қазіргі дуа қылдырып тұрғандар не намаз оқиды, не зекет береді, не ла илаха иллаллахты біледі, не шариғатты біледі да, ең әдемі Құран оқитын біреуді алып келеді де $5000 менен әкесін шығарып салады. Қазір бір жаназан кейбіреулердің қолында естіп біліп тұрамыз, $5000 айланып жатыр. Әшейін мәке тәке пәкенің келіп кетуіменен. Солай ма жоқ па? Сонда не сен? Сол тілауатпенен, сол дуаменен әкеңе жәннат сатып алып бердің бе сонда? Не істеп бердің? Сен өзің дұрыс болмасаң, мынау не? Бекер істетіп жатқан. Одан көре сол ақшаны бір жетім-жесірлерге берсең ғой, өзің дұрыс болумен бірге. Алхамдулилля. Ama бұлай шашуменен адам, шашқан адам жомарт емес, дұрыстықта істеткен адам жомарт. Сөзді ме жоқ па? Үшінші нәрсе қалды, ол не? Пайдаланған білім. Солай ма жоқ? Пайдаланған білім. Сол үшін сен
өзің білімің болмаса да сол білімге жол болатын жолды көр. Құран сатып, мұсхаб сатып алып мешіттерге қой, болды садақа жарияға кіреді, пайдаланатын білімге кіреді. Түсінікті ме? Яғни мыңдаған істейтін істер толып жатыр. Біреулер не деп ойлайды? Осы нәрсені істемесең, әке-шешесін жақтырмайтын адамдар, әке-шешесінен қызғанатын адамдар, яғни сол бір қой сойып, елдерге ас беріп, бір жылқы немесе бұқа сойып, өгіз сойып, шығарып салса, сонымен құтылады адамдардың сөзіне. Ол да бір Аллахқа болған ықыласта болмауы мүмкін ол жерде, адамдардан құтылу ғана, мынау құлақ тыныш болсын әйтеуір. Осылар жеп кетсін, тыныш yiyin деп. Сөйлемесін осылар деп. Екінші жағынан сүндетке де сай емес бұл нәрсе. Не қайыр бар оның артында? Не қайыр бар? Ешқандай қайыр жоқ. Алла сақтасын. Одан көре сонша айтылған жақсылықтардың бір бүршін істесең жеткілікті ғой. Әке-шешеңе жақсылық қылсаң, әке-шешеңнің туысқандарына жақсылық қылсаң, әкең қайтыс болды, білесің, әкеңнің бір досы бар. Қыста тамынан, төбесінен су тамады. Үйінде ыстық наны жоқ. Соған барсайшы соған. Соны істесейші. Себебі Наби саллаллаху алейхи ва саллям сұралып жатыр. Әке-шешең қайтыс болғаннан кейін оларға істейтін жақсылығым қалған ба десе, Расул саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сол адамның, яғни әкеңнің өзі жақсы көрген адамдарымен жақсы мәміледе болуың, соларға жақсылық қылуың, әкеңе жақсылық қылған болады. Түсінікті ме жоқ па? Наби саллаллаху алейхи ва саллям Хадижа қайтыс болып кеткен. Наби саллаллаху алейхи ва саллям үйінде қой сойылса, пәленші Хадижаның досы еді, соған апарыңдаршы деп айтады. Ана, бұл әке-шешең емес, әйеліңнің, біреулер әйелі өзі ұмытып жібереді оны. Тура құтыла алмай жүрген сияқты. Бұл мына жерде айтылып жатқан нәрсе, Наби саллаллаху алейхи ва саллям Хадижаның достарын іздеп жатыр. Соған беріңдерші, сол бағанаға, етті апарып беріңдер. Бұл Хадижаға болатын өлгеннен кейінгі Хадижаға жақсылығы. Өмірде амалмен көрсетіп берген. Мыңдаған жақсылықтар бар, бірақ адамдардың сенімінің әлсіздігінен, білімінің төмендігінен, ақиқатта өзінің ойыменен тоқтап қалғандығынан әке-шешенің артынан болатын жақсылығы сол екі өгіз бір қой болды сонда. Берілетін анау бағанағы орамалдың ішіндегі біреулерге садақа, соменен бір жыл өтіп кеткенше есінде тұрады, сосын алхамдулилля кетті. Ар жағына өзі тапқан өзінікі де. Олай болмайды. Әке-шешеге жақсылық қылу ардайым болу керек. Ардайым, жағдай барынша 5 уақыт намазында дуа қыл. 5 уақыт намазында. Егер жағдайың болса, одан да көбірек дуа қыл. Себебі әр дуа қылғайын сайын оның күнәсі кешірілуі мүмкін, білесің бе? Әр дуа қылған сайын күнәсі кешірілуі мүмкін. Аллахтың алдында дәрежесі көтерілуі мүмкін. Сен әкеңнен биік дәрежеде болғың келе ме, жоқ әкеңмен бірге болғың келе ме? Немесе сен мыняқа, ана кісі мыняқа кеткенін қалайсың ба? Сен ол кісіге жақсылық қалайсың? Ол жақсылықтың есігінен кіру керек адам.